зінақорға дейді Аллах тағала 6 қасірет береді дейді. Оның 3-еуі осы дүниеде, 3-еуі ақыретте беріледі дейді. Біріншісі, оның жүзінен иманның нұры көтеріліп кетеді дейді. Екіншісі, өмірі таршылықта, кедейшілікте өтеді. Тіпті өмірінің соңы қарыздықпен аяқталады дейді. Үшіншісі, кеудесінен жаны шығуы өте қиын болады дейді. Бұның әрқайсысына тоқталуға болады. Адамның иманына әсер ететін дүние екен зina. Өмірі кедейлікте, қарыздықта өтеді дейді. Ал енді ақыретте берілетін 3-еуі, ол үшін қабірдегі сұрақ өте ауыр болады дейді. Және жаратушы Рахман ол үшін қатты ашулы болады дейді. Үшіншісі, жезөкшелердің жатырынан ағатын қанды ірің қайнап тұрған өзен болады дейді. Суғарылу үшін соған тасталады дейді. Қараңызшы. Зina үшін Аллах тағала ең ауыр қасіреттерді уәде еткен, ең ауыр қасіреттерді болатындығын